Қайырлы күн баршаңызға, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен жұмсақ пеште пісетін пирожкидің рецебімен бөлісіп жасап көрсетемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдау білдіріп кетіңіздер. Пирожкиға қажетті заттардың мөлшерін видеоның астында описание бөліміне жазып қалдырдым. Пирожкиіміздің қамырын дайындаймыз. Ыдысымызға 200 мл жылы су құямыз. 200 мл жылы сүт құямыз. 1 ас қасық ашытқы саламыз. 1 ас қасық қант салып, 200 грамм ұн салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. 2 жұмыртқаның ағын саламыз. Сарысыны бетіне жағуға алып қоямыз. 1 шай қасықта тұз саламыз. 3 ас қасықта сұйық май құямыз. Венчикпен жақсылап араластырамыз. Тағы да 200 грамм ұнымызды саламыз. Қалған 200 грамм ұнымызды аз-аздан салып отырып, қамырымызды осылай қолымызбен басып шығамыз. Мінекей біздің қамырымыз осындай әдемі болып шықты. Бетіне кішкене сұйық май жағып, пакет жауып, жылы жерге шамамен 1,5-2 сағатқа қоямыз. Мінекей біздің қамырымыз 2 сағатта ашып шықты. Ашыған қамыр болды. Қамырымызды ортасынан 2-ге бөліп аламыз. Қолымызбен осылай кішкенеден ұн сеуіп, домалақ шариктар жасаймыз. Мінекей осындай домалақ шариктар жасаймыз. Менде осындай домалақтан 20 шарик шықты. Қамырымыздың барлығын домалақ жасап болғаннан соң, бетін жауып, 10-15 минутқа көтерілгенше қойып қоямыз. 10 минут өткеннен соң, міне біздің қамырымыз осындай нәзік болып шығады. Осы қолымыздың көмегімен жайып, салмасын салып, түйіп қоямыз. Мен салмасына асқабақ, пияз, тартылған етті қолдандым. Асқабақ пен пиязды майдалап турап алдым. Дәміне қарай тұз, бұрыш дәмдеуіштерін қосамыз. Қамырымызды осылай кішкенеден ұн сеуіп отырып, қолымызбен басып жайып шығамыз. 2 ас қасық салмасын саламыз. Қамырымызды осылай 2 жағын бір-біріне қаратып жабыстырып шығамыз. Қалған пирожкиларымызды да осылай түйіп шығамыз. Дайын болған пирожкилерімізді міне түйілген жағын астына қаратып, листімізға теріп шығамыз. Жұмыртқаның сарысын бетіне жағып шығамыз. Пирожкилерімізді қызып тұрған пеште 180 градуста 30-40 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей біздің пирожкилеріміз қызарып, әдемі, жұмсақ, нәзік болып шықты. Бұл пирожкиіміз қуырылған пирожкиге қарағанда жеңіл жүреді.
Сол себепті сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Видеомды соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосып кетіңіздер.